Адалдық жарқын болашаққа жетелейді, ал сыбайлас жемқорлық мемлекетті құрдымға кетіреді. Осы індеттің алдын алу мақсатында Түркістан облысынан бастау алған марафон Сарыағаш ауданына да келіп жетті. Аталған эстафетаны өңіріміз Келес ауданынан қабылдап алған болатын. Толығырақ тілші материалында. Қоғам сыбайлас жемқорлық атты қылмыспен бүгінге дейін күресумен келеді. Арпалысып алысып жүргенде жас буын осы бір індетке елігіп кетпесіне кім кепіл? Осы жайтты ескере келе Сарыағаш ауданы Келес ауданынан адал жолды таңдаймыз атты эстафетаны қабылдап алды. Бағдарламаға сәйкес алдағы 2 апта көлемінде жастарды парақорлыққа қарсы тұруға насихаттау іс-шаралары өтетін болады. Өздеріңізге белгілі, тұңғыш президент 2019 жылды жастар жылы деп атап өткен болатын. Осыған орай бүгін ауданымызда эстафета қағидатына сәйкес адал жолды таңдаймыз атауымен жастар марафон эстафетасы бастау алып жатыр. Бұл республика көлемінде ұйымдастырылып жатқан іс-шара облысымызда бір ауданнан келесі ауданға адал жолды таңдаймыз атауымен эстафетаны тапсыру арқылы ағымдағы жылдың 1 наурызында басталған болатын. Көкесінің көлеңкесінде азды көпті ақшасын беріп жұмысқа тұру, қызмет сапасын төмендетіп, мүліктік теңсіздікке тіреп, кедейлік пен санасыздықты арттырары бесенеден белгілі. Жіктеп келгенде мұның соңы қылмысқа, одан ары мемлекеттің әлем алдындағы статусын түсіруге алып келеді. Бүгінде аталған дертпен күресу күшейтілуде. Халқымызда жақсы сөз бар, жемқорлық індет, оның алдын алу міндет. Яғни жемқорлық, бұл сыбайлас жемқорлық мемлекет пен қоғамның тұрақтылығына және еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына үлкен кедергі келтіреді. Міне осы мақсатта Түркістан облысынан бастау алған жастар арасында адал жол таңдаймыз марафон Келес ауданынан қабылдау алу рәсімі өтті бүгін ауданымызда. Алдағы уақытта аудан әкімінің бекіткен іс-шаралар жоспарына сәйкес ауданда жастар арасында, яғни мектептегі жастар, студент жастар, жалпы ауданның белсенді жастары, мекеме жастарының арасында түрлі тақырыптарда осы сыбайлас жемқорлыққа қатысты түрлі тақырыптарда кездесулер өтеді. Осыдан бірнеше ай бұрын Түркістан облысына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшылығымен біз адал жолды таңдаймыз атты марафон эстафетасы бастау алған болатын. Ол барлық Түркістан облысындағы барлық аудандарда болып, міне біздің Сарыағаш ауданына да келіп жетті. Біз адал жолды таңдаймыз марафон эстафетасының басты мақсаты жастарды, барша тұрғындарды, Қазақстан Республикасының азаматтарын адал жолға үндеу, кісінің затына қиянат жасамауға үйрету. Аталған шара 25 қазанға дейін жалғасатын болады. Жоспарға сәйкес адалдық кітабын келесі кезекте Қазығұрт ауданы қабыл алмақ. Мейірхан Бақшанұлы, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.